Сәлем достар, сіздермен бірге Дейріп және бұл оңай ақша және бұл екінші сезон. Бүгінгі схема орысша грамотаны білетіндерге арналады, себебі біз орыс еркектермен қыздың атынан сөйлесетін боламыз. Егер сіздердің орысшаларыңыз шамалы орташа болса, онда сіздерге өте қиын болады, сондықтан бұл схемамен ақша таппай қойыңыздар. Енді бізге не керек? Или кім? Бірінші, ВК-дағы қыздың аккаунты керек. Жақсы ак сататын адамға ссылка төменде. Екінші, қыз. Бізге бір қыз керек, любой бір дос қызыңыздан сұрасаңыздар. Ал не сұрау керек? Бізге любой уақытта бізге голосовой керек, қыздың дауысы керек любой уақытта, орысша. Себебі біз алдайтын адамдар просто сообщениелерге алданбайды. Оларға дауыс керек. Сондықтан біз голосовой жіберуге қыздың дауысы керек. Енді біз ақша қалай табамыз? Осындай пабликтерде мынандай пост шығаратын боламыз. Бұл открытый группалар, сондықтан посттар любой уақытта шыға береді. Орыстар бізге өздері жазады. Или орыстар емес, просто орысша сөйлесетін басқа ұлттарды жазуы мүмкін. Бірақ орысша жазады ғой, короче. Және барлығымен сөйлесе беріңіздер, себебі біз қазір топтарға бөлетін боламыз. Өте көп адам болады, шатасып кетпеңіздер. Енді біз екі топқа бөлеміз жазған адамдарды. Бірінші топ әйелдері немесе жүретін қыздары бар жігіттер. Екінші топ просто бойдақ жігіттер, қыз іздеп жүрген сондай жігіттер. Енді біз қалай ақша табатынымызды көрсетейін. Осы айтып болғаннан кейін мен қалай ақша тапқанымды кәдімгідей мысал қылып дұрыстап көрсетемін, сіздер дұрыс түсіну үшін. Бірақ алдымен тыңдаңыздар. Жаңағы бірінші топтағы адамдарға былай жазасыздар. Және олар қиналып или артынан сондай жіберуі мүмкін, бірақ әйтеуір жібереді. Және сосын жібергесін сіздер оның страницасына кіріп анализ жасайсыздар. Және друзьясында или фотоларында сондай жерлерде әйелі болуы мүмкін, или қызы болуы мүмкін. Оның басқа желілерін сұраңыздар, инстаграмын, сондай жерлерді. Және әйтеуір әйелін или қызын табуыңыз керек. Сіз әйелін тапсаңыз, онда жаңағы жігітке уже угрожать етеміз. Яғни бопсалаймыз, короче. Осы фотоларды сіздің, осы біздің диалогымызды, осы біздің перепискамызды сіздің әйеліңізге жіберем, или сіз маған ақша салсаңыз, онда мен жібермеймін деп жазасыздар. Короче, осылай. Ал енді қанша ақша алатындарыңызды өздеріңіз шешіңіздер. Олар любой сумманы жіберетін шығар, себебі отбасы қымбат тұрады. Ал енді екінші топ. Екінші топ бұл қыз іздеп жүрген жігіттер. Бұндай жігіттерден ақша алу қиынырақ болады, бірақ сіздер ақшасы жоқ әдемі қыздың рөлін ойнайтын боласыздар. Яғни әртүрлі проблемаларыңызды айтып, сөйтіп ауырып жатырмын, или таксиге ақша жоқ деп осылай ақша шығара бересіздер. Сосын көп уақыт өткеннен кейін, яғни сіз оның сеніміне кіргеннен кейін, себебі ол сіздерге уже ақша салды, значит ол сіздерге сенеді. Және көп уақыттан кейін жаңағыдай фотолар сұрайды бастайсыздар, жалаңаш фотоларды, түрі көрінетін. Және ол сізге жібереді, және сіздер сол біздің жертвамыздың друзьясынан оның достарын, класстастарын или вообще группаластарын, сондайларын тауып аласыздар. Сол адамдардың аттарын бір список қылып жазып қоясыздар да жаңағы адамға жібересіздер. Сосын айтасыздар: егер маған мынандай белгілі ақшаны жібермесең, онда сенің фотоларың, переписка бәрі сенің достарыңа кетеді деп жазасыздар. Осылай. И все, сіздерге ақша береді, және біз ақша таптық. Енді
уәде бергенімдей мен қалай ақша таптым, соны қараңыздар. Give me that money. Switch it up.